Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен апельсиновый пирог рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, қант, жұмыртқа, апельсиннің цедресі, апельсиннің соғы, сары май, ванилин және разрыхитель. Алдымен сары майымызға қантты қосып, жақсылап шанышқымен араластырып аламыз. Жұмыртқа мен апельсиннің цедресін қосып, венчигімізбен араластырып аламыз. Апельсиннің соғын қосып, тағы да араластырамыз. Оныңға разрыхитель ванилинді қосып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Формамды алдын ала майлап қойдым. Қамырымыз осындай сұйықтау болу керек. Енді формамызға құямыз. 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, біздің апельсиновый пирогымыз дайын болды. Осы видеоны соңына дейін қарағандар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.